алғашқы ғана жетістіктерін сіздерге жеткізіп берейін. 2019 жылы шілде айында Алматы қаласында өткен Атамұра қоғамдық қорының ұйымдастыруымен 2018-2019 жылы республикалық байқаудың бас жүлдегер иегері атанған суперфиналында Қызылорда облысының атынан бір өзі бар, бір аптаға созылған байқаудың барлық турларынан құламай түгел қатысып, өзінің ерекше дарынымен дараланып, көзге түскен, көзге көрінген финалистіміздің бірі және 2019 шілде айында Алматы қаласында өткен АР-да бәйтерек Алматы халықаралық байқаудың облысымыздың атынан атын қорғап, жалғыз өзі жеңімпаз атанып, екінші орын иеленген, бүгінгі тәтесіне әдем ақтегін әлін тілейтін Жақыпбек Ақтілек Жақыпбекұлын ортаға шақырамыз.